Алматыда кезекті шағын өнеркәсіп паркі салынады. Бұл туралы Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы хабарлады. Жоба Алматы бизнес 2025 кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылып жатыр. Жауаптылардың айтуынша, жаңа нысан өз жұмысын Алматы индустриялық аймағының аумағында 2025 жылдың қаңтар айынан бастайды. Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқызы жалғастырады. Бұл Алматы индустриялық аймағында бой көтеріп жатқан жаңа шағын өнеркәсіп паркінің құрылысы. Нысан ашылғаннан кейін мұнда 400-ге жуық жұмыс орны беріледі деген жоспар бар. Өндіріс паркі жалпы ауданы шамамен 2,5 мың шаршы метр болатын аумақта орналаспақ. В данный момент строится... Қазір өндіріс паркінің екінші бөлігі салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары былтыр тамыз айында басталған еді. Енді қыркүйек айына дейін аяқтап 2025 жылы өз жұмысын бастайды деген жоспарымыз бар. Сондай-ақ бұл алаңдар бизнеске жеңілдетілген шарттармен жалға беріледі. Яғни әр шаршы метр үшін кәсіпкерлер 1350 теңгеден төлейді. Бұл бизнес иелері үшін айтарлықтай жәрдем болады дейді жауаптылар. Біздің қаржыландыру бағыттарының басты бағытының бірі ол шағын өндірістік парктерді қаржыландыру. Айта кетсек, шағын өндірістік парктың негізгі идеясы шағын және орта кәсіпкерлерге өндірісті бастауға дайын инфраструктураны жеңілдетілген жалға беру бағдарламасы. Ал тау-кен жабдықтарын жөндеумен айналысатын бұл кәсіпорын 2019 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Азаматтар кәсібіміз осы шағын өнеркәсіп паркінде өркендейді деп 3 жыл бұрын осында орналасыпты. Расымен бизнес иелері үшін жасалған жағдай, дайын инженерлік инфрақұрылым көңілімізден шықты дейді кәсіпкер. 2019 года мы занимались... 2019 жылдан бері кәсібіміз үшін қолайлы орын іздедік. Араға 2 жыл салып, осы индустриалдық аймаққа келдік. Біздің салаға көгілдір отын қажет. Сондықтан осы жер ыңғайлы болды. Кәсіпкерлер үшін жақсы жағдай жасалған, қажеттінің бәрі осында бар. Айта кетейін, қазір Алматы қаласы аумағында 30-дан астам шағын өнеркәсіп паркі жұмыс істейді. Оның 11-ін Алматы финанс қаржыландырған. Гүлмарал Изатқызы, Мейрам Исабеков, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.